Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай бір гүлханым пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте керемет дәмді тағам. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздерде де өте дәмді болып шығатынына мен сенімдімін. Бұл тағамды дайындау үшін көп нәрсе қажет емес. Маған 5 бөлік сарымсақ, қойдың құйрығы 200 грамм, 1 килограмм картоп, жуа 2 дана, 2 дана сәбіз және тәтті бұрыш, 1 килограмм ет. Мендегі қойдың еті, негізі сиырдың етінен жасасаңыздар да болады. Алдымен осы қазанға құйрықтың майын салып, үстіне етті және пиязды осылай рет-ретімен салып, баяу отта бұқтырып пісіріп аламын етімді. Еттің ішіне сарымсақты салып жіберем. Сарымсақ тағамның дәмін келтіреді, оны өздеріңіз білесіздер. Сосын енді қамырымды илеп дайындаймын. Мен 350 грамм ұнға 250 грамм суды қосып, суға бір жұмыртқаны қосып жіберемін. Мен қамырымды илеп дайындап аламын. Енді қуырылып дайын болған етімнің үстіне дәмдеуіштер қосамын. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, мен мята қостым. Сосын жаңағы аршып дайындап алған сәбіз бен картопты турап осылай майда етпей ірі қылып турап дайындап алып, үстіне паприка, қара бұрыш, тұз салып араластырып қоямын. Картопты мен турамаймын. Картоптың жаңағы майдасын алып пайдаланғаныңыз дұрыс. Және де қамырдың ішіне салатын салмасын дайындап аламын солай. Енді қамырымды жаямын жұп-жұқа етіп. Мантының қамырындай етіп жаясыздар ғой. Жұқа етіп осылай жайып дайындап аламын қамырымды. Негізі қазақтың тағамдары қамырсыз болмайды ғой. Біздер қамыр тамақ, ет тамақ деген жақсы көреміз ғой негізінде. Осылай жұқалап дайындап, енді гүлханымды дайындайтын боламын. Қамырды осылай кесесіздер, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Осылай кесіп дайындап аламын да, сосын қамырдың арасына жаңағы дайындап алған салмамды саламын. Сәбіз, чеснок, пияз, көк пияз қосылған салмамды салып, гүлге ұқсатып, әдемілеп, орап бәрін дайындаймын. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Сіздердің ой пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мінекей осылай дайындап аламын. Мен бұл гүлханымды мантываркада пісірдім. Негізінде жаңағы етпен бірге қосып пісірсеңіздер де болады. Ол енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Мен мантываркада пісірдім. Үстіне сұйық майды жағып пісіріп алам. Піскен кезде кеуіп қалмас үшін май жағамын. Енді піскен етімнің үстіне бағанағы қуырып алған картопымды саламын. 5 минут бұқтырып қоямын. Мінекей мен тағамым дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнама тіркеліп қойыңыз. Менің болашақта шығатын видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Арнамда келесі кездескенше амандықта, саулықта болыңыз.